Сәлем, бүгін өтетін тақырыбымыз дүкенде не бар? Мына сөздерді есіңде сақта. Бұл жемістер, жемістерге алма, алмұрт, лимон, банан, апельсин, қарбыз жатады. Ал көкөністерге қызанақ, қияр, картоп, сәбіз, пияз жатады. Ендігі тапсырма. Бұл не? Және бұл жеміс пе, көкөніс пе? Дұрыс. Бұл алма, жеміс. Бұл не? Жеміс пе, көкөніс пе? Дұрыс. Бұл картоп, көкөніс. Бұл не? Жеміс пе, көкөніс пе? Дұрыс. Бұл сәбіз, көкөніс. Бұл не? Дұрыс. Бұл алмұрт. Мына нәрсені есіңде сақта. Мен, бен, пен шылаулары. Мысалы, алма, мен, лимон. Мен шылауын сөздің соңғы дыбысы дауысты және үнді дауыссыздарға бітсе, бен шылауын сөздің соңғы дыбысы ұяң дауыссыздар болса, ал пен шылауын сөздің соңғы дыбысы қатаң дауыссыздар болса. Мысалы, сәбіз бен, пияз, алмұрт пен, алма. Ендігі тапсырма. Мен, бен, пен шылауларын орналастыр. Жарайсың, өзіңді тексер. Қарбыз бен, алмұрт, апельсин мен, банан, картоп пен, пияз. Мәтінді мұқият тыңда. Бұл Жанар. Жанар дүкенге барып, көкөністер мен жемістер сатып алмақшы. Жанардың тізімінде көкөністерден 1 келі қызанақ, 1 келі қияр. Ал жемістерден 2 келі алма, 1 келі алмұрт және лимон мен банан бар. Сәлеметсіз бе? Қайырлы кеш. Маған 1 келі қызанақ, 1 келі қияр беріңізші. Мінекей, алыңыз. Тағы не берейін? Тағы 2 келі алма, 1 келі алмұрт. Лимон мен банан бар ма? Лимон мен банан жоқ. Жарайды, сізге қанша ақша беремін? 5300 теңге. Рахмет, сау болыңыз. Рахмет, келіп тұрыңыз. Мәтін бойынша дұрыс бұрыстығын анықта. Өзіңді тексер. Жанар дүкеннен сәбіз сатып алды. Бұрыс. Дүкенде лимон мен банан жоқ. Дұрыс. Жанар дүкеннен қызанақ пен қияр алды. Дұрыс. Ендігі тапсырма. Қай тоңазытқышта қызанақ бар? Өзіңді тексер. Екінші тоңазытқышта қызанақ бар. Қай тоңазытқышта қарбыз бар? Өзіңді тексер. Дұрыс. Бірінші тоңазытқышта қарбыз бар. Осымен сабақ аяқталды. Сау бол.